most common tank in таралған танк. Ол Блицкриг әскери доктринасындағы негізгі неміс армиясындағы ең көп таралған танк. Ол Блицкриг әскери доктринасындағы негізгі ойыншылардың бірі болды. Дегенмен, Африкада Пенза Аяй немістердің ең көп таралған жеңіл танкі болды. Пенза Аяй сонымен қатар ағылшын тілінен аударғанда брондалған жауынгерлік көлік дегенді білдіретін Пенза Кэмп Вейджон деген атпен белгілі. Ол жолдардан бастап қозғалтқышпен қару-жараққа дейінгі көптеген нұсқаларда жаңартылды және жетілдірілді. Бұл танктерді Пэк-36 танкке қарсы зеңбірекпен жабдықтауды стандарттауда төңкеріс жасаған көптеген танктердің бірі. Иә, дәл солай. Олар басынан бастап барған сайын қуатты зеңбіректерді шығаруды жалғастыруда. Аяй танкер, Тайгер Аяй мен Роял Тайгер тең төмен. Енді тікелей мазмұнға көшейік. Пенза Кэмп Voyager Аяй немесе Пенза Аяй 1930 жылдары жасалған және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде кеңінен қолданылған неміс орта танкі. СТ-KFC 141 неміс оқ-дәрілерінің ресми атауы болды. Ол басқа брондалған жауынгерлік машиналарды жеңу үшін, сондай ақ бастапқыда жаяу әскерді қолдауға арналған Пенза ивемен қатар жұмыс істеу үшін жасалған. Прототиптерді Демла, Бенц және Краб фирмалары жасаған. 1936 және 1937 жылдары олар сынақтан өтті және өндіріс үшін Демла Бенц дизайны таңдалды. 1937 жылы мамырда бірінші Пенза Аяй моделі Асфорам конвейерден шықты. Сол жылы 2 шатыр тұрғызылды. Оның екеуі қарусыз болды. 1939 жылы ос нұсқасының жаппай өндірісі басталды. 1937-1940 жылдар аралығында Краб Пенза Иве және Демла Пенза Бензис Аяй танктері арасындағы бөлшектерді біріздендіруге әрекет жасалды. Пенза Аяй неміс армиясының негізгі жауынгерлік танкі ретінде жасалған. Алайда ол алғаш рет КВ-1 және 34 танктермен бетпе-бет келгенде, оның қару-жарақ жағынан да олардан төмен екені анықталды. Пенза Аяй ұзағырақ, қуаттырақ 50 мм-лік зеңбірекпен жабдықталған және бұл танктерге қарсы тұру қажеттілігін қанағаттандыру үшін қалыңырақ бронға ие болды. Бірақ бұл кеңестік танктермен салыстырғанда әлі де тиімсіз болды. Осының нәтижесінде өздік жүргіш зеңбіректердің, сондай-ақ күшейтілген Пенза Иве қарулануының әзірленуі басталды. 250 ат күші бар Майбах Хелл 108 тер 12 цилиндрлі қозғалтқыш Затри ауыз көлігін де арқылы 22 миль сағ жылдамдыққа жеткізді. 300 ат күші бар Майбах Хелл 120 терм 12 цилиндрлі қозғалтқышы барлық кейінгі модификацияларда қолданылды. Ең жоғары жылдамдық беріліс қорабы мен салмағына қарай реттелді. Бірақ ол әдетте шамамен 25 миль сағ болды. Пенза Аяй ұзындығы 5,56 метр, ені 2,9 метр және биіктігі 2,5 метр. Бұл сол кездегі стандартты танк өлшемдерінің бірі болды. Дәуір Пенза Аяй танкінің салмағы 23 тоннаны құрайды. Сонымен қатар оның қуат пен салмақтың арақатынасы жақсы. Оның экипажы 5 адамнан тұрады. Негізінен командир, зеңбірекші, жүргізуші, радиооператоры. Ол пулеметші қызметінде атқарады. Экипажды Пенза Аяй залының үстінде орналасқан толық жабық қондырма қорғады. Қондырма негізінен қарапайым 4 бұрышты конфигурацияда дәнекерленген жалпақ брондалған бүйірлерден тұрды. Жүргізушіге арналған қорғаныс қалқаны алдыңғы сауыт тақтасының сол жағында, ал пулеметке арналған шарикті қондырғы оң жағында болды. Қондырманың сол жағында жүргізушінің кішірек қарау терезесі болды. Радио операторында бүйірлі қарау терезесі болмаған. Деф және G үлгілері қалыңдығы 30 мм шыңдалған болаттың екінші қабатымен қапталған, ал H үлгісінде корпустың алдыңғы және артқы жағына қалыңдығы 30 мм шыңдалған болаттың екінші қабаты жағылған. Ос J, I және M модельдерінің алдыңғы панелі мен мұнарасына 50 үлкен тақтайша орнатылды. Пенза Аяйдың көптеген нұсқалары бар. Олар туралы келесі бейнеде айтылады. Сондықтан лайк пен жазылу түймесін басыңыз. Пенза Аяй жау танктеріне шабуыл жасауға арналған және дамудың бастапқы кезеңдерінде 50 мм-лік зеңбіректі орнатуға арналған. Дегенмен, ол кезде жаяу әскер 37 мен ПА-К 36 мен жабдықталған және стандарттау мақсатында танктер бірдей қару жарақпен жабдықталуы керек деп есептелді. Егер болашақта жаңарту қажет болса, мұнара сақинасы ымыраға келу үшін 50 зеңбіректі сыйдыра алатындай үлкен етіп жасалған. Бұл жалғыз шешім Пенза Аяйдың неміс армиясында одан әрі қызмет етуін қамтамасыз етті. 3,7 см-лік КВ зеңбірегі сөзбе-сөз аударғанда жауынгерлік көлік дегенді білдіреді. Калибрі 36 Л 45 АСГ Оскінің басында орнатылды.
Ол 1939 және 1940 жылдардағы шайқастар кезінде өзінің жарамдылығын дәлелдеді. Одан кейінгі астав және ОСДЖ-5 КВ-38 Л-42 және ОСДЖ-2 зеңбіректермен толықтырылды. 5 сантиметрге ұзартылған КВ-39 Л-60 зеңбірегі жабдықтары мен қару жарақтары жағынан барған сайын жоғары қарсыластарға жауап ретінде. Оқпаның ұзындығы 210 сантиметр, калибрі 42, оқтың бастапқы жылдамдығы секундына шамамен 685 метр, ал оның қашықтығы 100 метрден 1500 метрге дейін жетеді. Екінші қару жарақ Mason & Junior 34 немесе MG-34 1929 жылы алғаш рет сынақтан өтіп, 1934 жылы енгізілген. Ал бірінші пулемет 1936 жылы бөлімшелерге шығарылған, ауамен салқындатылған неміс пулеметі. Ол 7,92-52-57 Моса патронына сәйкес келеді. Пенза ай 1941 жылдың жазында Барбаросса операциясының басталуы кезінде майдан шебіндегі ең маңызды неміс танкі болды. Сол кездегі танктердің негізгі бөлігі, соның ішінде қайта қаруланған ОСТ, ИС және ФС, сондай ақ неміс басқыншыларына арналған жаңа ОСТ, Ж және H үлгілері. Әскерлер 50 КВ-38 Л 4250 зеңбірегімен жабдықталған. Оны солтүстік Африкада соғысып жатқан танк бригадаларының көпшілігі де пайдаланған. Танк үштіктерін бастапқыда кеңестік 34 орта танктері мен КВ сериалы ауыр танктері басып озды. Соңғысын неміс әскерлері басып алу жүріп жатқан кезде көбірек кездестірді. Максималды жылдамдық беріліс қорабына және көліктің салмағына байланысты бақыланды және ауытқиды. Бірақ ол әдетте сағатына шамамен 25 миль болатын. Диапазон шамамен 96 мильді құрады. Бұл Блицкриг операциясы үшін өте әсерлі болды. Ал оның жол талғамайтын жылдамдығы сағатына 12 мильді құрайды. Танктың атыс күші ақылға қонымды қашықтықтан 50 бронды тесіп өтуге қабілетті болды. Екінші қорғаныс шебі Германияда жасалған ауамен салқындатылған MG-34-те аталатын Mason & Junior 34 пулеметі. ОСТ және G брондарының периметрі бойынша қалыңдығы 30 м. АУС, JL және М модельдерінің корпусының және мұнарасының алдыңғы жағында тұтас 50-ші белгісі болды. Жалпы өндіріс көлемі 8,553 бірлікті құрайды. Ол басқа брондалған жауынгерлік машиналармен күресу үшін, сондай-ақ бастапқыда жаяу әскерді қолдауға арналған. Пенза ивемен қатар жұмыс істеу үшін жасалған. Осы ойнату тізімінен бірінші неміс жауынгерлік сынақтан өткен танкі мен Пенза танктері туралы көбірек біліңіз. Добро пожаловать в самый невероятный парк развлечений в городе. Эй, Карл. Да? This video is an explanation. Танкінің нұсқа. Бұл бейнеде Пенза ай танкінің нұсқалары туралы айтылады. Тарихта қалған неміс Пенза ай технологиясын жасамас бұрын біз көптеген шатасуларға тап болдық. Сондықтан біз мұнда Пенза нұсқалары арасындағы айырмашылықтарды мүмкіндігінше қысқа және жылдам түсіндіреміз. Ең алдымен, аус нені білдіреді? Неміс Остин танктері аусферунгтың қысқартылған түрі болып табылады. Ол үлгі немесе нұсқа дегенді білдіреді. Енді осы опциялардың арасындағы айырмашылықты қарастырайық. Пенза 3 Ост 8 цистернасында серіппелі суспензиясы бар 5 үлкен жол дөңгелегі және екі жағында 2 жол дөңгелегі бар. Пенза 3 Ост 8 цистернасында 2 топта серіппелі суспензиясы бар 8 кішірек жол дөңгелегі және екі жағында 3 жол дөңгелегі бар. 3 Ауст және танктерінің әр жағында серіппелі аспаның 3 тобы және 3 жолды қайтару катықтары бар 8 жол катықтары орнатылған. Серіппелі аспаның дизайны Ост-С және Ост-Д-де ерекшеленді. Ост Пенза ай-тің алғашқы өндірістік танкі болды, және ол Ост-Ф және Ост-Ж-ге өте ұқсас болды. Олар тек ұсақ бөлшектермен ерекшеленді. Тәуелсіз айналмалы остердегі 6 тірек роликтері бар. Бұралу жолағының суспензиясы 3-ші буын цистернасында пайдаланылды. Тірек роликтерінің үстінде 3 тірек роликтері болды. Төменгі жол барлығы Е, F және G модельдерінің доңғалақ базасы бірдей. Осылайша сіз аталған опциялар арасындағы айырмашылықтарды анықтай аласыз. Енді H, J, L, M және N нұсқаларын қарастырайық. Салмақ қосудың нәтижесінде кеңірек дөңгелектер мен жолдар пайда болды. Жаңа алдыңғы жетек доңғалақтары мен артқы бос доңғалақтар. Сондай-ақ жаңа амортизатор орнатылды. H цистерналары амортизаторлармен және Ост-G дөңгелектермен жабдықталған. Бұл опциялардың барлығының доңғалақ базасы бірдей. Танк нұсқаларын мұнара арқылы анықтау өте қиын, өйткені олардың кейбіреулері бірдей дизайнды сақтайды. Ал резервуардың басқа бөліктері рычаг, доңғалақ базасы, дөңгелектер және аспалар сияқты жаңартылады. Енді осы нұсқаларда қолданылатын қару жарақтарды қарастырайық. А-дан G-ге дейінгі нұсқалар 3,7 сантиметрлік КВ-36 Л зеңбірегімен жабдықталған.
Бұл 5 ұңғылы жауынгерлік көлік дегенді білдіреді. Кемпфигеннің аббревиатурасы. Бұл қару жарақ 1939 және 1940 жылдардағы шайқастар кезінде өзінің жарамдылығын дәлелдеді. Кейінгі АСФ және ОЗ-5 ұңғылы К-38Л 42 зеңбірегімен жаңартылды. Ал кейінгі АСФ және ОЗ нұсқалары К-38Л 42 5 ұңғылы зеңбірекпен жаңартылды. 42 АУС-J. Бірден ге дейін жаудың барған сайын жоғары жабдықтармен қару-жарақтарына жауап ретінде ұзындығы 5 сантиметрлік К-39Л 60-пен жабдықталған. Ақырында Азван нұсқасы 7,5 К-37Л 24 пулеметімен жабдықталған. Қосымша қару жарақ тұрғысынан барлық нұсқалар 7,92 МГ 34 пулеметімен жабдықталған. Бірақ бұл әртүрлі нұсқалар арасындағы айырмашылықтарды көрсетудің бір жолы. Немістер әрдайым әшекейлерді ғана емес, мұнарашықтарды да жетілдірген. Бұл 3,7 сантиметрлік К-36Л 45 зеңбірегі 5 сантиметрлік К-38Л 42 зеңбірегіне және Б дейін жаңартылатынын білдіреді. Бұл жерді мұқият қадағалаңыз. Бұл кеңестік К-1 танкі, сонымен қатар Пенза ИВ танкі.